Батялардың әңгімесі. Қазан, қызың бар ма өз сенің? Жоқ, қайдағы қыз, папа? Мараттың қызымен жүріп емессің бе? Марат ағаның қызы ма? Ұнамайды маған. Шешесі әдемі оның. Әдемі болып шығады ертең қыздар. Бала. Бар зубзиланы алып келші бар. Не? Таппадым зубзиланы. Жоқ қойғанын. Мен жоқта біреуге беріп құртқасыңдар да оны. Құрбар сұра бар көшілердің бәріне сұрап кел бар. Bir тұрған затты әйтеуір бытсын шығарасыңдар. Пап, да бұралмай жатыр. Ой, yok, қолдарына дым да келмейді. Бұрауға жатыр. Мынаны бет тықтың ба? Бұрам әмі, үйренсеңдерші әлі өздерің істеп. Папанан бетіне қарағап отыра бермей алсаңызшы, басып бейт. Алайын деп жатыр кей, мақилаңыз ба? Алло. Бала. Тұрса, жата бересің бе, етіріп тұрса, жұмыстан түсеп шынақ. Тұр бұл. Бала, әлі жатыр, тұрса ше, етіріп барып, жұмыстан бітірік те етірік. Заттар келет кәр, оның бәрін түсіруге. Бұл тұр бұл. Ой, пашым айтын бала, түнмен қаңғырады кінде ұйықтап жатады. Тұрдан айтпайсың бе, ертерек ана. Тұрдайым, пап. Келдің ба, бала? Бала, үш сауық болды, шаршап кеттім бар ба бүгін. Ертерек ана, қора-пұраны бітіртсақ шайыңды ішіп ол. Шаршап отырмын. Үш сабаққа шаршап отырмын деп. Біздің кезімізді білесің, сабақтан кейін мақта теруге алып кететін де, виноград, алма теретінбіз. Бір ондай істесеңдер өліп қалатын шығарсыңдар. Бірақ кешкісін снова седая ночь. Вечер болады ғой, мамалармен сияқты таныстан. Знаю, ба? Құрым әзір Ата әжесінің қолында өскен родной. Брат, кеттік ертерек шығақшы. Мен дәрет алғайын, су дайындап қойым жылды. Масымен мынада Берік деген тауып алып звондаш. Берік? Шақырсай. Жиналайын. Суықта бүйтіп жұқа жүрмесеңдерші. Гамаж ки ішінен, жүннәски ки, или мынандай мәсі киіп ал. Ертең өскесін шығады да бәрі. Ауырып атады ғой, короче. Ауырып жатады да бүйтіп. Алма жеймін дейді ғой, мынандай алмашы, қызыл алма. Сөйтіп боранды күні барып әкесі әкеп береді алманы, ойлашы. Кімге? Елбасымызға киносын көрмегенсің ба не? Сондай кино көріп өскенбіз ол біз. Не аулағансың, Орамал ғой, әжесі алып беріп жіберді. Қорғол бар ма деп сыйлық береді ғой, әжелесі. Сондай ғой. Маңыз қызбен жүретін болсаң бар ғой, бірінші әке шешесіне, ата әжесіне қарау керек. Анасына қарап қызын ал деген көрдің бе? Психолог кабинеті. Саламатсыз, қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Отыра беріңіз. Рахмет. Су ішесіз ба? Сүтпен бере салыңызшы. Түсінікті. Қандай мәселемен келіп тұрсыз? Мәселе мынандай, брат. Орынсыз жерде болмайтын жерде әзілдер тыға беретін болыппын. Сондай синдром әзіл ұстай берем, короче. Сағызыңызды тастайсыз ба аузыңыздан, өтініш? Ренжіме, братан, сағыз тастай алмаймын. Неге? Бауыр басып қалдым. Жарайды, мақұл. Отбасыңыз толық па? Жоқ, бәрі арық. Жарайды. Кішкентай кезіңізде бір қатты қорыққан кезіңіз болды ма? Болды ғой, кішкентай кезімде қасқырлар жеп қойған тұғын мені. Сосын өліп қалдым ғой сосын. Бетіңізші, мына ақпараққа кез келген бір сөйлет салыңызшы, өтініш. Хорошо. Болдым, братан. Не қап-қара 4-1 шытым жоқ ішінде. Неге ғой, вайнды бітіп тастауға ғой, соңына қара фон ғой. Бүйтіп қоясың, бітеді. Лай менің айналып қорсан пайдаңа, сүймесе пайдаңды шығарман мен қайпам. Тырнағымды бар ғой, тақап алып қоям ғой, ойлаш. Кайф ғой, зато көп уақытта өседі. Кеше көшеге жеңіл киім шығып бір ауырып қалған сияқты. Кайф ғой. Зато ертең больницаға түсесің, артынан банан, биос әкеп береді. Братандар, шаршатты бар ғой, үйдің кішісі болғасын, жұмсай береді, анда бар, мұнда бар деп. Кайф ғой зато. Ертең үй саған қалады. Отырасың үйде өзің. Кеше папа ішіп келеді ойлаш үйге. Кайф ғой. Ақша береді ғой. Ішкесе, батяна. Үйдегілермен ұрысып қап, Саматтың үйінде тұрып жүрмін қазір. Кайф ғой. Басқа үйдің тамағын жеп жүрсің. Күшті ғой басқа үй. Әзілі өтпейтін досың. Досың абрикосың. Онда ертең өзіміз ұлдар болып барып қайтайық онда. Давай, брат, смело. Давай дегеніз. Ұлдар болып деп жатыр ғой. Шутка ғой, шутка. Олсың ғой сен. Жақсы көрем ғой. Жан. Шутка ғой, шутка.
күлсеңдерші. Бір деші. Bir. Көтің кір. Бір деші бас. Bir. Сенің де көтің кір. Шутка ғой түсінер ме? Юмор түсінбейсің сен. Кеше вечерге кешігіп бардым ғой, братандармен сөйлесіп. Барсам тамақ же дейді. Жібендер, таяқ жеп келесің деп қоямын ғой. Таяқ тамақ же андай братан. Шутка ғой енді. Қызым гүл сыйламайсың деп ренжиді да, айтамын, гүл деген шөп жақсы көретін сиырсың ба не деймін ғой братан. Сонымен? Жүрмей ал. Шутка түсінбейді олға сен сияқты. Let's go.